Барлығына сәлем, біздің арнаның көрермендері мен қонақтары. Біздің бүгінгі келесі сабағымыздың тақырыбы adverbs, үстеулер тақырыбына арналады. Видео сабақты соңына дейін қарап, ағылшын тіліндегі үстеулер жайлы толық біліп алсаңыздар болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Ағылшын тілінде үстеу алдымен етістікті айқындайды. Басқаша сөзбен айтсақ, іс-әрекеттің қай жерде, қалай орындалғандығын, яғни оның мезгілін, мекенін, мақсатын немесе бейнесі мен себебін көрсетіп айқындап береді. Мысал келтіретін болсақ, Сара sang beautifully. Сара өлеңді әдемі айтады. Сара қалай айтады? Өлеңді әдемі айтады. Тағы бір мысал, We arrived home safely. Біз үйге аман-есен жеттік. Біз үйге қалай жеттік? Аман-есен жеттік. We arrived home safely. Жалпы ағылшын тілінде үстеудің бірнеше жасалу жолдары бар. Соның алғашқы жасалу жолына тоқталып өтетін болсақ, сын есімнен үстеу жасау. Яғни біз сын есімнен үстеуді қалай жасаймыз? Ол кезде бізге ly әріптері көмекке келеді. Сол арқылы біз сын есімді үстеуге айналдырып, сөзді сөйлемде өзгертетін боламыз. Қазір оны біз сіздерге мысалдармен нақтылап түсіндіріп беретін боламыз. Мысалы үшін beautiful сөзі әдемі, және де біз оны үстеуге айналдыру барысында beautifully сөзі қыламыз. Екеуі де қазақ тілінде әдемі деген мағынаны білдіреді, бірақ орыс тілінде түсіндіріп беретін болсақ, beautiful красивый болатын болса, beautifully красиво болады. Яғни какой және де как деген сұрақтарға жауап беру арқылы сын есім үстеуге айналғандығы көрініп тұр. Сөйлем құрап мысал келтіріп беретін болсақ, ол әдемі қыз beautiful. Қандай? Ол әдемі қыз. Ал үстеу етістікті бейнелейтін болғандықтан әрбір сөйлемде ол етістікті айқындап тұрады. Мысал үшін, ол өлеңді әдемі айтты. Қалай айтты? Әдемі айтты. Бұл жерде beautifully, яғни сын есіміміз үстеуге айналғандығы нақты көрініп тұр. Ары қарай safe және де safely сөздері. Safe аман-есен, қауіпсіз, safely тоже аман-есен, қауіпсіз дегенді білдіреді, бірақ сөйлем барысында етістікті айқындап тұрады, іс-әрекетті айқындап тұрады. Сол сияқты slow, slowly, екеуі де баяу деген сөзді білдіргенмен, slow сын есім бізде қандай деген сұраққа жауап берсе сөйлемде, ал slowly қалай етістікті айқындап тұрғандықтан етістіктің сұрағына жауап береді. Мысалы үшін, he is slow, ол жай адам. Ол табиғатынан жай барақат, жай адам. Ал үстеу барысында, he speaks slowly, ол жай сөйлейді, өте баяу сөйлейді, іш пыстырарлық, ішіңді пыстырады, яғни етістікті сипаттап тұр. He speaks slowly. Және де тағы да сын есімнен үстеуге айнала алатын бірнеше мысалдарды келтіретін болсақ, careful, carefully, quick, quickly, polite, politely, cold, coldly. Ал егер бізде сын есіміміз y әріппен аяқталып тұрса, онда одан үстеу жасау жолы бізге ly жұрнағы арқылы жасалынатын болады. Мысалы үшін lucky, luckily, happy, happily, noisy, noisily, және де greedy, greedily. Сөйлеммен мысал келтіретін болсақ, the child is playing happily. Бала шаттанып ойнап жүр. Бала қалай ойнап жүр? Шаттанып ойнап жүр. Happily, яғни сын есімнен үстеу жасалып тұр. Тағы бір мысал, happy childhood. Бақытты балалық шақ. Қандай балалық шақ? Бақытты балалық шақ. Яғни бұл жерде сын есім қандай не деген зат есімді айқындап тұр. Яғни бұл жерде үстеу емес, просто happy сөзі. Ал happily болғанда бұл уже үстеуге айналатын еді. Соны жақсылап есте сақтап аламыз. Үстеу мен сын есімнің айырмашылығы осылай сөйлемдерде келетін болады. Ары қарай, my friend is a noisy person. Менің досым даурықпа адам. Даурықпа дегенде шумный адам. My friend is a noisy person. Бұл жерде noisy сын есімді айқындап тұр.
сын есімге жауап беріп тұр, ал person зат есімді айқындап тұр. Бұл жерде үстеу жоқ екені білініп тұр. Менің досым даурықпа адам, жай ғана. Ал осы сөйлемнен етістікке айналу жолы, яғни іс-әрекетті бейнелеп үстеуді көрсететін болсақ, he ate his food noisily and greedily. Ол тамағын ашкөздікпен аузын сылпылдатып жеді. Яғни noisily and greedily. Бұл жерде уже етістікті іс-әрекетті айқындап тұр. Яғни үстеу екенін біз біліп тұрмыз. Ары қарай үстеудің тағы бір түрін түсіндіріп өтетін болсақ, үстеу болса да жазылуы сол қалпында қалатын үстеу сөздер бар. Яғни сын есімдер. Олардың жазылуында li немесе ly жұрнақтары жалғанбайды, бірақ ол сонда да сөйлем барысында іс-әрекетті бейнелеп сипаттап тұратын сөздер болады. Қазір біз сіздерге оларды айтып беретін боламыз. Оларға fast жылдам, hard ауыр және де late кеш сөздері жатады. Мысал келтіретін болсақ, hard life ауыр өмір. Қандай өмір? Ауыр өмір. Немесе she studies so hard. Ол барлық ынтасын, күш-жігерін салып оқып жүр. Қалай оқып жүр? Ол барлық ынтасын, күш-жігерін салып оқиды. Яғни she studies so hard немесе hard life. Екеуінде де жазылуында ешқандай өзгеріс жоқ. Бірақ бірінші сөйлемде ол үстеу емес, жай ғана сын есім қызметін атқарып тұр. Ал екінші сөйлемде іс-әрекетті бейнелеу арқылы ол үстеудің қызметін атқарып тұр. Сондықтан осындай сөйлемдерде шатаспауымыз қажет. Үстеудің әрдайым сөйлем барысында іс-әрекетті сипаттап тұратынын есте сақтауымыз қажет. Немесе fast сөзіне мысал, he's riding a bike very fast. Ол мотоциклді өте қатты жүргізеді. Бұл жерде сын есім немесе үстеу? Қалай ойлайсыздар? Әрине үстеу болады, себебі бұл жерде іс-әрекетті айқындап тұр. Ол мотоциклді өте қатты жүргізеді. Сондықтан бұл жерде біздің fast сөзіміз үстеудің қызметін атқарып тұр. Ал мына сөйлемде fast track қысқа жол, жай ғана қысқа жол. Бұл жерде тек қана сын есіммен зат есімді айқындап тұр. Fast track қысқа жол. Ары қарай good сөзін мысалға алатын болсақ, оның үстеуі well болады. Біреуі жай ғана сын есімді айқындайтын болса, біреуі үстеуді, іс-әрекетті айқындайды. Мысалмен түсіндіріп кетсек, his English is good. Оның ағылшыны жақсы, жай ғана жақсы. Бұл жерде adjective, яғни сын есімді айқындап тұр. Немесе he speaks English well. Ол ағылшынша жақсы сөйлейді. Уже бұл жерде іс-әрекетті сипаттап тұр. Adverb, үстеу болады. Good сөзі бізде adjective, сын есім болса, well сөзі оның adverb, яғни үстеу болып тұр. Оның ағылшыны жай ғана жақсы, немесе ол ағылшынша жақсы сөйлейді. Іс-әрекетті сипаттағандықтан бұл жерде үстеуді айқындап тұр. Сонымен бұл біздің үстеу сабағына арналған кіріспес видео сабағымыз болды. Егер ары қарайда өз ағылшындарыңызды дамытып, үстеудің басқа да түрлерін үйренгілеріңіз келетін болса, келесі видео сабақтарымызды көруді ұмытпаңыздар. Ал осы видео сабағымызды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видео сабақтарда кездескенше, goodbye.